Сарайшық – ұлы даланың жүрегі. Бабалар өркениетінің алтын тамыры. Кезінде Алтын Орда, Ноғай Ордасы мен Қазақ хандығының астанасы болған. Шығыс пен батысты тоғыстырған қасиетті мекен бүгін Сарайшық музей қорығында қайта жаңғырды. Сарайшық сапар орталығына қадам басқан сәтте-ақ сізді тарих тереңіне жетелейтін көріністер қарсы алады. Хандардың гиперреалистік бейнелері, орта ғасырлық қаланың үлгі макеті, қазбадан табылған асыл мұралар мен ел жадында сақталған аңыздар құнды шоу форматында ұсынылып, өткен дәуірдің рухын сезіндіреді. Музей ішінде жәдігерлерді қалпына келтіру зертханасы, археология, балалар және көрме конференц-зал бар. Ал хан ордалы Сарайшық кешенінде орта ғасырлық ел билеушілеріне және даңқты Қасым ханға тағзым еткен хандар пантеоны мемориалдық ескерткіші бой көтерген. Мұнда қазақ халқының тұрмыс тіршілігін бейнелейтін этнографиялық мұраларды жинақталған. Жайық жағасында жатқан көне шаһар орнында археологиялық зерттеулер жалғасуда. Орта ғасырлық қақпа, бекініс ғимараты, балық кәсіпшілігі орны, тұрған жай, хан моласы және жерасты жерлеу орны сағана қалпына келтіруде. Орта ғасырлық Сарайшықтың әкімшілік басқару аймағында орналасқан Қарағайлы, Ащысай қалалары мен Күліш керуен сарайлары да көпшілікті қызықтыра түсуде. Сарайшық ұлттық рухтың мәңгілік мекені. Бұл қасиетті мекенге қадам басқан әрбір жан тарихтың тереңіне бойлап, бабалар өркениетінің асқақ рухымен табысады. Баршаңызды Сарайшыққа шақырамыз. Тарихпен қауышып, өркениет ізімен бірге жүрейік.